Бұл жер Солтүстік Америкада теңіз деңгейінен ең төмен орналасқан жер. Мына жерге қарай әлі де 1 шақырым жүрсе, судың барлығы осы жерге жиналады, бірақ бұл жерде қатты температура ыстық болғаннан кейін бұл тез кеуіп кетеді. Мынау тау қиыршықтарының барлығы соның әрекеті. Жауын-шашын болған кезде мына жақтың барлығы тау, екі жақтан ортасы өте төмен. Сол Бред Уотер деп аталады, яғни жаман су деп тура аударсақ қазақша. Сондай атауымен бұл жер танылған. Арман жоқ, көзбен жаңа көп естігенше көзбен көрген әлде қайда тамаша. Мен қазір эмоцияларымды жеткізе алатын емеспін. Бүгін 5 шақырым жүгіріп тастадым. Алланың қалауымен ешқандай бір қиындық, сондай еш нәрсе болған жоқ бар ғой. Ауа райы да тамаша болып тұр. Бүгін жолым болып тұр сөзсіз. Ертең шөлді аймаққа қарай шығам. Бүгін әзірше көретін нәрселерді барлығын көріп алу керек. Айтпақшы, интернет жоқ. Мінекей сол телефон зарядкасы аман болсын.